Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2013 жылғы «Зачетный препод» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Зеки Мюллер 13 айдан кейін түрмеден босатылып, бірінші кезекте Чарли атты құрбысымен кезігеді. Зекидің түрмеде болу себебі, ол Чарлимен бірге банк тонаған және Чарли сол ақшаларды жасырып қойған болатын. Жас қыз ақшаны мектептің қасына жасырыпты, бірақ өкінішке орай тура сол жерден жаңа ғимарат салынған екен. Зеки Аттила мен басқа да беделді адамдарға ақша қарыз, сондықтан тез арада қарызды қайтару үшін бір шешім қабылдау керек. Ойына келгені тек ақшаны жерден қазып алу. Ол үшін Зеки мектепке жұмысқа тұрмақшы. Лизи атты мұғалім оған директордың кабинетін көрсетеді. Күту бөлмесінен көптеген адамдарды көріп, жас жігіт оларды конкурент ретінде қабылдайды және олардан құтылу үшін дабыл кнопкасын басады. Осылай жас жігіт директорға кезексіз кірген болатын. Зекидің айтуынша, ол мектепте біраз уақыт дышыдан сабақ бермекші, бірақ директор Гудрун оның неміс тілінен мұғалім болғанын қалап тұр. 2200 евроға қуана келіскен Зеки дипломды кейіннен әкелетін болды. Мектеп алдында Лизи Даниэль атты оқушыға темекіні тастауды бұйырады, бірақ оқушы оны тыңдайтын емес. Осы кезде Каро атты апай оларға сөз өтпейтінін айтқанда, Зеки келіп бұзақының темекісін тартып алады. Зеки мектеп программасын түсіну үшін Лизиге қонаққа бармақшы. Бір кезде жас жігіт оның шайіне дәрі қосып, көп ұзамай Лизи ұйқыға кетеді. Зеки оның дипломын сканерлеп жатқанда, күтпеген жерден Карло келеді және бөлмеге кірсе, екеуі бірге жатыр екен. Таңертең Лизидің есінде ештеңе жоқ, бірақ Зекиді көргенде ұялып сәлемдесуде. Жас жігіт мұғалімдер бөлмесіне кірсе, Ингрид атты апай терезеден секірге жатыр. Көп ұзамай секірген мұғалім аман қалып жедел жәрдеммен кетеді. Осыдан кейін директор жас жігітті басқа да мұғалімдермен таныстыруда. Директор терезеден құлаған Ингридтің 10-шы Б классына жаңа мұғалім бермекші және көп ұзамай класты Лизиге тапсырады. Сабаққа кіріскен Зеки оқушыларға сабақ өткізудің орнына кино көрсетуде. Осы кезде 10-шы Б классқа келген Лизи жаңа сабағын бастайды. Мұғалім борды алса, ол жабысқақ зат болып шықты. Қолын жуса, су тоқтайтын емес, ал орамалда оны тағы бір сюрприз күтіп тұр. Енді Лизи есік тұтқасын ұстаса, оған дәрет жағылған екен. Директорға келген Лизи оқушыларға шағымдануда, бірақ директор қолынан келмесе оған жұмыстан шығуды ұсынады. Түнде Зеки ақшаны алу үшін тамды жаруда. Осы кезде Лизи жас жігіттің дипломды ұрлағанын түсінеді. Мектепке келгенде барып, Лизидің бұған толықтай көзі жетті. Ертеңінде жас қыз Зекимен класс ауысады. Енді сыныпқа кірген Зеки журналды іздеп шкафты ашса, ішінде қақпан тұр екен. Барынша өзін сабырға келтіріп, жас жігіт сабағын жүргізбекші. Енді орындық жабысқақ болып шыққанда, Зекидің есі шығып, көлігіне кетіп қалады. Бірақ көлікте де оны сюрприз күтіп тұр. Зекиді камерадан көрген директор оны кабинетке шақырып, оқушыларды тәртіпке келтіруді ескертеді. Келесі күні мектепке пейнтбол қаруымен келген Зеки кластың ең бұзықтарына жақсылап тәрбие бермекші. Жас жігіт оларға тыныш отыруды бұйырғанда, ішке кірген Лизи қыздың жылап отырғанын байқап, жігітке қатал болмауды ескертеді. Зеки уақытша стриптиз клубта түнеп жүр, бірақ көп ұзамай оны қуып шығады. Енді Зеки Лизиден 2 аптаға паналайтын үй сұрағанда, жас қыз тек бір талап орындалса ғана оны ішке кіргізбекші. Оқушылар кино көрудің орнына бірге сабақ қараулары керек. Кароның айтуынша, жас жігіт бірінші Даниэль мен Шантальды сындырғаны жөн, өйткені олар кластың лидерлері. Бір күні Зеки Лизиге класты бассейнге апаруға көмектеседі. Жас жігіт суға бірінші Лизиді тастап, артынан Шантальды жібереді. Даниэль белгісіз біреумен тіресіп қалған болатын және Зекиге дауыс көтере бастайды. Шыдамаған Зеки оған сол жерде жазасын береді. Театрлық сабақ кезінде оқушылардың айтуынша, олар өскенде бандит болып, наркотик сатумен айналыспақшы екен. Зекидің досы оған инкассаторларды тонауды сынады, бірақ жас жігіт оған келісетін емес.
Мектеп жертөлесінде жас жігіт Лизидің уақыт капсуласын тауып алады. Лизи өзінің кішкентай кезінде мұғалім болуды және жақсы жігіт табуды қалаған екен. Осыдан кейін масайғанша ішкен Зеки партада ұйықтап қалған болатын. Ал таңертең оқушылар оған арнап әдемі макияж жасап беріпті. Үйге келген Зеки іштен Лизидің сіңілісі қалай өзіне қол жұмсағай жатқанын көреді. Бұның бәрі оның Даниэльге деген жауапсыз махаббатының кесірінен. Жас жігіт оған көмек ретінде қызды клубқа келеді және сол жерде Чарли Лаураны сұлу қызға айналдырады. Енді Даниэль Лаурадан көзін алатын емес. Келесі күні директордың айтуынша 10-шы Б класы емтиханнан ең төмен балл алыпты. Осыдан кейін Зеки оларға экскурсияға барамыз деп нашақор досына келеді. Жас жігіт оқушыларға нашаның зиянын көрсетуде. Келесіде оларды шынайы бандиттерге әкеліп, сол жерде мұғалім Даниэльді театр тобына қосылуға мәжбүрлейді. Ал Шантальды тапқырлар тобына жіберетін болды. Даниэль Ромеоның рөлін ойнауда, бірақ Зекиге Шекспирдің бұрынғы сценарийі ұнамайтын болып шықты. Сондықтан спектакльді заманауи түрге өзгертпекші. Көп ұзамай мұғалімдер рейтингі шығады. Араларынан ең үздігі әрине Зеки болып шықты, ал Лизи болса рейтингте мүлдем жоқ. Зеки оны барынша жұбатуда, сөйтсе жас қыз оқушылардан тек үлкен құрмет күтеді екен. Түнде Зеки, Лизи және 10-шы Б класы пойызға сурет салмақшы, бірақ күзетшілер келгенде бәрі қашып үлгереді. Оқушылардың Лизиге деген қарым-қатынасы ақырындап өзгеруде. Осылай комиссиялар қатысқан 10-шы Б-ның ашық сабағы сәтті өтеді. Зоология сабағында Даниэль Шантальмен ойнауды шешіп, қоздыратын дәріні қызға атқанда оқ тура Лизиге барып тиеді. Енді Зеки есі ауысқан мұғалімді үйге әкелгенде Лаура не дерін білмей отыр. Өйткені дәл қазір үйге әлеуметтік көмек келеді екен. Егер Лизидің мына түрін көрсе, Лаураны балалар үйіне алып кетуі әбден мүмкін. Сонда жас жігіт бұл істі өз мойнына алып, Лизи оянған сәтте онымен бақытты отбасы рөлін ойнауда. Түнде жас жігіт ақыры ақшаны алып шыққан соң көзіне жас алады. Зеки қарыздарын қайтарып, жартысын Чарлиге бермекші. Көп ұзамай Зеки 10-шы Б класс үшін уақытша мектепте қалуды шешкен екен. Спектакль күні Даниэль мен Лаура жақын араласа бастайды, бірақ Лаура бұл спектакльде кішігірім рөл ойнайтын болып шықты. Сонда Зеки Джульеттаны ойнайтын қыздың суына жүрек айнытатын дәріні қосып, басты рөлді білдіртпей Лаураға тапсырады. Заманауи неондық формат көрермендерге қатты ұнаған екен және конкурстан 10-шы Б класы 2-ші орынды алып шықты. Тапқырлар тобының жетістіктерін тамашалаған директор Зекиге мектепке тұрақты орналасуды ұсынуда. Бірақ Зеки бұл ұсынысқа сенімсіз болып тұр. Дене шынықтыру сабағында семіз қыз туннельге түсіп кетеді. Лизи төмен түссе, астыда Зеки тұр. Бар шындықты айтқан жас жігіт ақыры мектепте қалуды шешіпті. Бірақ та Лизи оған сенбей, күзетші шақырмағанда кетуді бұйырады. Даниэль мен Шанталь Зекиді қорғап, бар жағдайды өз мойындарына алуда. Оқушылар өтінсе де, жас қыздың Зекиді мектепке қайтаратын түрі жоқ. Емтихан алдын оқушылар Зеки үйреткен мотивациялық суреттерін көрсетеді. Енді Зекидің мотивациясын ашса, ішінде өзінің бала кезіндегі суреті тұр. Лаура мен Чарли жазбамен бірге ақша толы сөмкені әкеледі. Жазба бойынша Зеки барлық ақшаны спортзал ремонтына және Лизи мен Лаураға тапсырған екен. Чарлидің айтуынша, Лизи болмаса, онда Зеки қайта криминалдық өміріне оралуы мүмкін. Зекидің ізіне түскен Лизи мектеп робот арқылы оның мектепке қайтуын өтінеді. Бірақ жас жігіт досымен бірге банк тонамақшы екен. Осы кезде оқушылар мұғалімді танып қояды. Зеки соңында досын тастап, оқушылармен мектепке қайтуды шешеді. Енді Лизиге келген жас жігіт түрмеден қашқан кейіп танытып, қорапты ашуын өтінуде. Лизи қорапты ашса, ішінде әдемі көйлек жатыр. Жас қыз көйлекті киіп, жігітті сүйіп алады. Директордың айтуынша, 10-шы Б класының үлгерімі қатты жоғарылапты. Осы кезде Зеки өзінде диплом болмағанын мойындайды. Бірақ директор жігітті түсініп, оған документ жасауға көмектесетін болды. Енді Зеки мен Лизи өздерінің жаңа жетістіктерін атап өтпекші.
Осымен біздің зачетный препод атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.